Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат біртұтас тәрбие бағдарламасына енген смарт бала жобасын жүзеге асырудың жолын көрсету. Ең алдымен осылай зал безендірілсе, әртүрлі роботтар сияқты ғарыш әлемінде жүрген сияқты болып, мінеки үлгісін сіздерге ұсынып отырмын, қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін әр күні мүмкіндігім деген қағидамен таңғы мотивация жүргізілсе, TEDx форматында ойын немесе сторителлинг арқылы жүргізілсе, бұл ауылдан шыққан, қалаларыңыздан шыққан, шығармашылықтың, кәсіптің арқасында биік белеске жеткен тұлғалар өздерінің ойын ортаға салса, ол көп ұзамаса, 1-2,5 минуттық болса жеткілікті. Себебі балалар көп тыңдағанды жақсы көрмейді. Сондықтан бұл жерде сіздерге көмек сторителлинг әдісі келеді. Себебі бұл әдісте олар өздерінің өмірлерінен үзінді келтіретін сөзсіз. Ол сабақмен де бар, жоғарыдағы сілтеме бойынша өтуге болады. Болашаққа бағытталған жоба деп алдым. Менің 2035 жылдағы кәсібімде балалар шағын эссе немесе сурет салып, өздерінің қиялдарына ерік беріп шығармашылықпен айналысса. Технозертхана балалар 3D принтерде өз идеяларын басып шығарып, виртуалды кеңістікте сурет салса, немесе ақылды гаджеттерді бағдарламаласа. Бұл қалай жүзеге асады? YouTube-те бұның сабақтары толып тұр, жетіп артылады. Тек мұғалімдер ізденіп оқушыға бағыт берсе. Эко-шеберхана да оқушыларды жинақтайды, шығармашылыққа баулиды. Қоқыстан немесе қайта өңделетін материалдардан пайдалы заттарды жасап шығаруға болады. Оқушылардың өздері шеберлік сағатын ұйымдастырса. Цифрлық экожүйелерді ұсынып отырмын. Суды үнемдеу, жасыл энергия, автоматтандырылған ферма, тағысын тағы әртүрлі тақырыптарда шығармашылықпен айналысуға болады. Сабақты оқушы керемет оқымауы мүмкін, алайда шығармашылықпен, тәжірибемен керемет айналысатыны сөзсіз. Ол сонда ғана оқушылардың пәнге деген, мектепке деген қызығушылықтары артады. Болашақтағы ауыл немесе қаланы жобалауды ұсынуға болады. Бұған леголар, картондар, робототехниканың элементтері керек, және осы жасаған дүниелерін цифрлық презентациямен толықтырып ұсынуларына болады. Бұған әрине мұғалімнің де бағыттауы аса қажет. Ұлттық құндылықтарды да дәріптеуге болады. Ол үшін қазақ ертегілерінің заманауи бейімделуі деп балалар ертегілерді технологиялық контекстте ойнап шықса. Алтын сақаны алса, мінекей форматын сіздерге ұсынып отырмын, қарап шықсаңыздар болады. Бұл кезде сіздерге жасанды интеллект көмекке келуі мүмкін. Сонымен қатар ғылыми эксперимент те жасауға болады. Химия, физика, биология, жаратылыстану пәндерінен балалар өздері мұғалімнің бақылауымен тәжірибе жасап жаңа өнім шығарса. Мінекей балалардың әрекеттері оқушылардың көздерінде от, қызығушылық, жалпы даму көріп тұрмын. Стартап жобаларында жүзеге асыруға болады. Бұл не? Жалпы стартап жобасы көптеген оқушылар да, мұғалімдер де түсінбей жатады. Яғни оқушылардың өздерінің өніп шығаруы. Ақылды үй, ақылды ферма, ақылды мектеп дейді. Шығармашылыққа баулудың, тұлғаланудың ерекше тәсілі. 10 күндік апталық аяқталғаннан кейін оқушыларды марапаттарымен жинақтап, Инстаграмға, Фейсбукқа салып, ата-аналарына алғыс білдіріп, шынайы түрде кері байланыс берілетін болса, және де осы смарт бала жобасы жүйелі түрде өткізілсе, оқушылардың дамитыны сөзсіз. Сабақ ұнаған болса лайк, комментарий сіздерден болсын.